успешный успех ұнамайды дедіңіз көрсеткен. Сіздер мысалға результатты көрдіңіздер ғой енді майын бақалған жаңағы бұтан сразу типа 100 миллионнан асырып тастап рынокты төңкеріп тастаған көрдіңіздер да. Бірақ адамдар көрмейді, что мен 30 жасыма дейін қатты қиналғанымды. Неден болды? Біз аш болдық қой. Енді жоқшылықтан келгеннен кейін жоқшылықты көрген адам солай көп шашылады деп ойлаймын да. Потому что в моменте ақша жоқ қой. Ең бірінші мен состояние деп ойлаймын. И мен стратегиям. Отказ от всего. Фокус тек қана соған қойдым. Мен өзім достойно ұстау керекпін ол үшін. Значит, менде результат күшті болу керек та. Традиционный бизнеспен айналысып жүрдім. Күнделікті 18 сағат жұмыс істеймін. Күнде ұйқыдан тұрғанда мен бірінші көзім ашылғандағы сұрағым қашан мен доллар миллионер боламын деймін. Инфобизнесте жұмыс жасайтын адамдарға шеті памятник қою керек. Можно сказать, жоқ нәрсені сатасың ғой. Жоқ нәрсені мысалға. Просто ешкім айтпайды да оны. Өзіңді сол үшін кешір деген кезде мен еңіреп жылап қалғам сол кезде. Потому что адам өзін жеп тастайды да. Өз-өзімен арпалысып отырған барлық жандарға қазір айтқым келеді. Это нормально. Потому что қарасаңыз, біз рынокты құрттық негізі. Скорее всего, бұны мені Алла тағала бүйтіп сақтап қалды. Өйткені мен сол кезде егер сол деңгейге жетсем, өйткені менің басым пустой, қуып кетер еді. Ассалаумағалейкум, құрметті Себеп Салдар подкастының көрермендері, сіздермен бізде жаңа шығарылым. Тіпті өзімнің көптен күткен шығарылымым бізде қонақта Ақбота Ануарбекхан. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Рахмет шақырғаныңызға. Барлықтарыңызға сәлем. Рахмет. Күшті. Көңіл күйіңіз. Жақсы. Бүгін Ақбота Ануарбекті оқырмандарды мен де бір жақын танимын деген ойдамын. Мен сразу бүйтіп неден бастамай қояйын, бірақ қазіргі таңда Ақбота Ануарбек кім? Кім деп позиционировать етсек болады сізді? Мен енді психолог ретінде ақшамен қарым-қатынас деген тақырыптарды біраз болды ғой айтып жүргеніңізге. Сол позициядасыз ба или өзгерді ме? Сол позиция деп айтуға болады. Соңғы 2 жыл бұрын ровно мен сториспен күшті запуск жасаған едім ғой. И содан бастап мен ойлана бастадым. Одан кейін Қуаныш Мырза да айтты. Ол кісіге көмектестім, потом Ұлықбекке көмектестім сторис бойынша охваттарын көтеруіне, продажасына. Одан кейін Қуаныш Мырза Марғұлан Сейсенбайға айтты. Ол кісі көмек сұрады. И содан кейін мен ойладым, мен сторис арқылы күшті результат шығарған екем, сонымен бөлісейін деп. Сөйтіп эксперттерге және кәсіпкерлерге бөлісе бастадым. Ол да бір өзімнің жаңа тапқан қырым болды. Прогрев, сторис, продажа, жаңағы сторис арқылы өзіңді ашып, экспертлігіңді ашып сату деген. Барлығымызда аудитория бар, сізде де бар, бізде де бар. Менде даже ол кезде өте аз аудитория болған. И сол басыма идея келді. Ол кезде орыстар күшті жасаған еді ғой, аз аудиториямен көп ақша табатын. Сол гипотезін тестировать еткім келді. Тест жасап көргім келді. Сол қолымнан келді. И сосын басқа кісілерге тест ретінде жасап көрдім. И ол жұмыс жасады. Бірақ қарыз темасы да қызық. Негізі адамдар қарызға кіріп кетеді. Маған курсқа келеді, қарыздарын жабады. Шығады да қайтадан қарызға кіріп кетеді адамдар. Одан кейін маған қызықты тағы бір тема. Өте талантты, мысалға бар ғой біздің жан-жағымызда қанша танитын адамдарымыз бар. Білімі де, опыты да, таланты да, жасайтын результаттары да керемет. Бірақ ақша жағына келген кезде ол кісі көп сата алмайды, қымбатқа сата алмайды, и өзінің идеясын жеткізе алмайды. И сол үшін аз ақша табады. И сол нәрсе маған қызық. Адамдар, то есть андай исследовательский дейміз ғой, ізденіс. Қазір конкретно мен психологпын, коучпын деп айта алмаймын. Мен жай ғана Ақботамын. Әлі ізденіс үшіндемін. Негізгі қазіргі ойланып жатырған темаларым, мен енді инфобизнестамын ғой. Традиционный бизнес көргім келеді. Осыдан 2 жыл бұрын көргем. Бауырыма бердім ол бизнесті. Ол өзі әлі жасап жатыр. Енді хочется сондай. Бір теманы бастап, атын еді. Мен кәсіпкермін ғой, талантым бар, бизнесмен деген бар. Ескендір Мырза жақында соны түсіндіріп берген. Кәсіпкер деген 0-ден 1 жасайтын адам, ал бизнесмен деген 1-ден N жасайтын деп, бар нәрсені еселей алады деп. Мен жаңа нәрсе көре бергім келеді, жаңа нәрсе ашқым келеді. Қарыз темасы қызық болды кезінде, өзім проблема болғаннан кейін, болым болғаннан кейін оны шештім, адамдарға бөлісіп бастадым. Ол кісілерде результат болып бастады. Одан кейін 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион тауып жүргенде қалай мен X10 жасаймын, X20 жасаймын, қалай 100 миллионға шығамын деген идея қызық болды да. Адамдар табады ғой сол ақшаны.
қалай табады олар деп ше. И оны да таптық жасадық. Одан кейін сториспен аз аудиториямен қалай охват ұстап тұруға болады, аудиторияны қалай флат қылтуға болады, жандырып ұстап тұруға болады, қалай көп ақша табуға болады, көп сатуға болады, қымбатқа сатуға болады деген темалар қызықтырды. И бізден соған келдім. Одан кейін команда жинау, жаңағы инфобизнесті система құру, вебинар құру деген темалар қызық болды. Содан результатқа жетсем деген идея болды. Сосын енді қазір традиционный бизнес қызықтырып жатыр да. Тағы не қызық десеңіз, бәрін айта бере аламын. Инфобизнестен кету ойда бар ма сонда? Инфобизнестен кеткім келмейді. Бірақ инфобизнесті адамдар идеализировать етпеу керек те. Инфобизнестің ешкім айтпайтын нәрсесі деп айтайын, адамдар мойындағысы келмейтін шығар. Инфобизнесте сен барсың ба, сен бетің жұмыс жасап тұр ма, например, ақша бар. Ал егер сен кішкене шаршасаң, выгорание ұстасаң, жаңағы сен жасамай қойсаң, барып жаңағы мен үшін сатып береді деген тема жоқ та. А традиционный бизнесте сен бетің бар ма, жоқ па? Бетің личный брендing кішкене буст ретінде жұмыс жасайды, а так командаң алып шыға алады. И традиционный бизнесте былай айтқым келеді, жақында досыммен обсуждать еткем соны. Инфобизнесте результат алған, мне кажется, традиционный бизнесте спокойно результат алады да. Почему? Потому что инфобизнесте сен, можно сказать, жоқ нәрсені сатасың ғой. Ол қолмен ұстап көре алмайды. Адам көре алмайды не алып отырған, бірақ сен ол адамның басына сол алу керек, сол нәрсені өзгерту керек, сен сол нәрсені қолданып көргенсің, сол кезде өмірің өзгереді деген идеяны басына кіргізу керексің да, адамның басына. Мне кажется, инфобизнесте жұмыс жасайтын адамдарға шеті памятник қою керек. Жоқ нәрсені сата алатын қабілеттері бар да. Ал традиционный бизнесте бар нәрсені сату оп-оңай да. Өйткені инфобизнесте сен құндылығын түсіндіресің, там смыслын түсіндіресің, результатын обещать етесің, жоқ нәрсені мысалға. Мне кажется, инфобизнесте көп адамдар жұмыс жасай алмайды, өйткені ол кішкене мошеннический схемаға келеді ғой енді. Жоқ нәрсені сатуға. Адамдар іштерінде мен мошенникпін деген идея болады болса, олар, мне кажется, сата алмайды деп ойлаймын да. Сол үшін қиналады. Ал егер сен продуктына сенімді болып сата алатын болсаң, инфобизнесте результат көрсетуге болады да, көп үлкен жақсы нәрселер жасауға болады. Инфобизнесті онша емес, жаңа кеткім келеді деген тема жоқ, просто жаңа нәрсе көргім келеді. И как мне кажется, қателесуім мүмкін, традиционный бизнесің болса, инфобизнесің өте жақсы сатылады да. Қарап тұрсаңыз, біздің арамызда біз танитын көп адамдарымыз бар ғой, например, өзінің бизнесін, инфобизнесте көп ақша тапты да, өзінің бизнесін ашып кетіп, қайтадан инфобизнесқа келсе, кім бар мысаға? Осы 4-5 жылда біз араласады. Қазақ аудиториясында ма? Иә, сізбен біз танитын. Біз соған үлкен респект білдіреуші едік, иә, мысаға қарап тұрсаңыз. Мейірбек Мейірбек уже авторитеті кәдімгідей көтерілді ғой. Когда он бір емес бірнеше бизнес ашып тастады, мысалға бизнес-клубын жасады и так далее. Мне кажется, солай жасау керек деп ойлаймын. Инфобизнесқа тағы бір себеп, менің ойымша, адам тоқтықтан келмейді да. Енді эксперт болады, ақша тапқысы келеді, сөйтіп сата бастайды, уже курсын сатып бастайды, наставничествосын сатып бастайды, жаңағыдай түрлі продуктларын сатып бастайды. Не үшін? Потому что в моменте ақша жоқ қой. Ал традиционный бизнеспен айналысатын болсаң, товары керек, жаңағы цехың керек, помещениең керек, иә, вкладываться ету керексің, командаға и так далее. Инфобизнесте сен командасыз ақша алып шығасың. И көп адамдардың жасайтын, менің де жасаған қателігім, ақшаның буымен ақшаны шашып, вместо того, чтобы оны жинап, нәрсеге вкладываться ету деген теманы жасамағым ғой. Вот, сол нәрсені айтып мойындағым келеді, что егер мен тыңдап отырған болатын болса, инфобизнесте көп ақша жасап отырған болса, лучше тратить пенде. Хотя маған айтты оның бәрі. Мен кешір деген бәрін өзім білемін деп. Тыңдамайсыз ғой кезде. Я тыңдамайсың басына тепейінше. Как называется? Ол тебе бастады, когда то есть дальше не істеймін деген кезде, ой, что-то желанием болмай жатыр, ой, одно и то же, ой деген кезде мен түсіндім, что тоқтата салайыншы. Инфобизнестен дейсің ғой сен, как белка в колесесің да. Сен жүгірген кезде ақша бар да, сен жүрген кезде ақша бар, сен шыққан кезде, жасаған кезде. А традиционный бизнесте сен жұмыс жасайсың, конечно, да. Сторисқа шықпай-ақ та болады, эфирге шықпай-ақ қойсаң да болады. Бірақ результатың постоянный, да, стабильный, управлять ете аласың, контролировать ете аласың. Мен таныс подружкам бар ғой, Айжан,
у нее уже өсіп бара жатыр традиционный бизнес, цветы гүл сататын. Сосын инфобизнесқа келді, сол бір күні шай ішіп отырық үйде, айтады, депші жыннан вообще ең оңай традиционный бизнес екен ғой депші, потому что енді ол жауапкершілікті алды ғой, үлкен суммаға сатты и так далее айтады да, контролировать ете алмайсың дейді. Традиционный бизнесте типа цифрамен управлять етесің финансты дейді. Ана жақта түрлі эмоция адамның передумать етуі мүмкін, түрлі факторлар әсер етіп кетуі мүмкін, ахуат құлап кетуі мүмкін дейді, вебинар тағы бір мәлім болып қалуы мүмкін, команда не то может сработать, и сен бүкіл салған результатың сен ойлағандай шықпай қалуы мүмкін дейді. То есть анау дейтін шынымен де не ғой, казино сияқты ғой. Ну, инфобизнесте, тем более үлкен ақша табамын дейтін болса. Бір айтқым келетіні, инфобизнес идеализировать етудің қажет жоқ. Қанша адамдар жазады ғой бізге директке, сізге де, маған да инфобизнесқа кіріп, сізге қызығамыз, жоқ, қызығамыз, қызықпайтын, ол қызыққан басқа. Екінші, инфобизнесқа кіріп қадалдым деген адамдар ше, қатты қарызға кіріп кеттім, продюсермен жасадым, қызығып сөйтіп оңай деп ақша табам деп продюсер жалдап ақша беріп, реклама алып и так далее, ойлағандай продуктысы онша шықпай, например, результат бере алмай, қанша адам возврат жасап, просто ешкім айтпайды да оны. Қалай айтасың, сен өзіңді позорлата аласың ғой, Құдай мықтап тұрып сақтаған, енді, ну, никто от этого не застрахован. Мен Құдайға шүкір жақсы, но бірақ болған 2-3 рет па, бір типа разоблачение жасайтын аккаунттар жазған маған 2 жыл бұрын, когда этот прям хит болып жүрген кезде, олар ар жағын көрген жоқ та, бер жағын көріп, өздерінше сөйтіп не істеді мені. И сол кезде тоже мен кішкене сынғам. И ол кезде мен айтқам стористі, осылай маған онша емес болып жатыр депші. Сіз жаңа сұрадыңыз ғой феномен депші, мен сол сұраққа жауап таптым, қазір айтып беремін. И айтайын дегенім, инфобизнесте қадалып, ақша таба алмай, депрессияға кіріп, қарызға кіріп кетіп жүрген жандар болатын болса, ну, это нормально, жалғыз сіз емес, қанша адам бар, просто басқалар айтпайды да, сіз ойлауыңыз мүмкін, жалғыз менде болмай жатыр, барлығы ақша тауып жатыр. Просто адамдар ақша тауып отырған көрсетеді, ақша таппай отырған көрсетпейді ғой. Бізде сол үшін иллюзия, да, мне кажется, соны кішкене рассеивать ету керек ше, что не все так гладко, не все так хорошо, кассовый разрыв деген болады, как называется, тек қана маркетингке фокус қоятындар бар, продуктқа не қоймай, одан возврат болады мысалға ше, қанша командасы подводить етеді, өзі ауырып қалады, өзінде семейный түрлі, енді менің күйеуім жоқ, балам жоқ қой, маған, возможно, в этом плане 10 раз легче, потому что инфобизнесте жүрген әйел адамдар бар ғой, күйеуі ұрады, бетін істеп алып сабақ түсіріп отыра береді ше. Бала, этот, как называется, ну, именно клиенттер келеді ғой, айтады ғой, одан кейін баласы ауырып отырады, өзі былай жүгіріп ойнап жүреді, баласы түрленді, Құдай сақтасын, ешкім басына бермесін, енді басқа салған тағдыр ғой, баласы жаңағы сау емес та, өте қатты күтімді талап етеді да, соған қарамастан қатты ауырады да мысалы, соған қарамастан бизнесте жүреді. То есть олардың салмағы өте жоғары деп ойлаймын ше. Сондықтан жаңағыдай просто ақша үшін қиналуға тырысаңыздар инфобизнесте, шүкір деу керек деймін да. Құдай басқа жақпен сынамай жатырған. И ой, ақбота күшті табады екен деген, ол прям ақбота кайфовать етіп жүр дегенді білмейді. Басында кайфовать еткен, одан кейін менде де түрлі іштей күйзелістер болды да. И мен сол үшін кішкене кетіп қалдым. Жақында бір кафеге барсам, бір танымал режиссер, әнші кісі қарайды да, бірақ та ойлаймын не үшін қарай береді деп ше, ол кісіні танимын да, ол кісі мен ұрықты қарайды да, ас болсын дейді, сіз вообще жоқ болып кеттіңіз ғой дейді, егер сіз мені танисыз, мен сізге подписан ғой, 2 жыл бұрын сіз вообще жау жүргенсіз дейді, ойлаймын, блин деп ше. Адамдар сөйтіп ойлайды, что сен эфирден кетіп бара жатырсың, что жоқ болып кеттің, онша емес болып кеттің деп ше. Возможно, адам просто өз-өзімен арпалысып отырған шығар. И өз-өзімен арпалысып отырған барлық жандарға қазір айтқым келеді, это нормально, что сізге жаңағыдай. Мен бір күн бір YouTube көргем, осыдан 1,5 жыл бұрын бір орыс апайдың әңгіме айтып отырған. Былай деп айтқан, өзіңнің жасаған ошибкаларың бар емес пе? Бүкіл жасаған қателіктеріңнен қолынан келмей жатырған нәрселер үшін өзіңе кешіріммен қараш депші, өзіңді сол үшін кешір деген кезде мен еңіреп жылап қалғам сол кезде. Настолько қиын болған. И осы подкастты тыңдап отырған барлық инфобизнестің өкілдеріне, енді эксперт болып, енді ақша тауып жатырған болсаңыз, продюсер болып, немесе фриланста қолыңыздан келмей жатырса, бұл уақытша деп айтқым келеді.
но это не определяет сізді не успешный, сізді какой-то өмірден қалып қалған адам ретінде қолынан келмейтін, потому что адам өзін жеп тастайды да. И біреудің қолынан ақша оңай тауып келіп жатқанын көрсеңіздер, олар оңай тауып кетті дегенді білмейді. Сіздер мысалға результатты көрдіңіздер ғой, енді майбах алғанын жаңағы бұтан сразу типа 100 миллионнан асырып тастап рынокты төңкеріп тастаған көрдіңіздер да. Бірақ адамдар көрмейді, что мен 30 жасыма дейін қатты қиналғанымды. То есть 30 жылдың результаты сол бір айда өтіп кетті да. И адамдар ойлайды, что шалқып жүрген нәрсе деп ше. Мен де сөйтіп өзімді обесценить етіп кеттім да, что 30 жылда соңғы 8 жылында қарызбен қиналғаным бір өтіп кеткен сияқты болды да. И сіздің қазір қиналып жатырғаныңыз, сіздің жаңағы жолыңыз болмай жатырғаныңыз, сіздің жаңағы көп ақша таппай жатырғаныңыз, бренд мініп бизнес классқа жүріп шетелге шықпай үй алып машина алмай жатырған адамдарға просто айтқым келеді, что уақыты келеді, ол резко болып кетеді да сізге. Просто надо продолжать делать. Как называется? Бір жағынан адамдар жалыққан шығар деп ойлаймын, андай успешный успехтан ше. Мен айтқым келмейді негізі сол успешный успех, типа бәрі күшті болады, бәрі ақша табасың, қолынан келеді деген сияқты ше. Хотя ақша бойынша, қарыз бойынша эксперт болып тұр. Айтып тұрмын ғой, маған курсқа келеді да, қарыздарын жауады да, сосын шыққаннан кейін қайтадан қарызға кетеді адамның жаңағы несі. Білмейсіз, қалай ойлайсыз? Басындағы сценарий ғой енді бұл адамдардың, иә. 2021 жыл қателеспесем. Иә. Август, сентябрь, октябрь. Пикқа келген, майбах алған сәт. Осы неден болды? Не әсер етті мысалы бүйтіп Ақботан? Бұл енді көп қой қазір эксперттер, сіз сияқты майбах алғысы келіп жүргендер, және сіз айтып жатқандай, көп ақша тапқысы келгендер. Накопленный этот не деп ойлаймын, потенциалдың атылғаны ше. Хорошо, потенциал атылды. Бірақ әлеуметтік желіде не әсер етті? Әлеуметтік желіде енді прогрев әсер етті. Мен қазір айтамын, не әсер етті деп ше. Ең бірінші мен состоянием деп ойлаймын. И мен стратегиям. Что сондай өзіме стратегия жолын құрып алдым. И отказ от всего. Өйткені андай нелер болды. Жақында бір кісі айтқан, взрослость, енді ересектік адамның состояниесі, это когда барлық нәрседен отказ бересің да. Ал бала состояниесінде тұрған адам анағанда алғысы келеді, мынаны да істегісі келеді, жаңағыдай офисті де ұстағысы келеді, команданы ұстап қалғысы келеді, жаңағы анаумен де дос болғысы келеді, мынаны да араласқысы келеді, мынаны да сатқысы келеді и так далее. Ал сол кезде мен 2 ай ақша таппағам. Мен 2 ай бұрын, то есть өзімді сол нәрсеге прям дайындағам. Августтың басында мен команданың барлығын распускать еткем, хотя ол ақша кеп тұрды. Айына 20-30 миллион баз жасап тұрдық. Мен айттым, тоқтатам дедім. То есть менде прям осознанно сондай желание болды. Тоқтатам дедім августте. Ақшам болды, жұмсап жүрдім. Ешкіммен араласқан жоқпын, тек қана бірақ қана досым болды, и подружкам болды, үйге келген кезде араласатын. И бірақ қана помощницам болды. Фокус тек қана соған қойдым. Ешкіммен целімен бөліскен жоқпын. Ешқандай лишний движение жасаған жоқпын. Шешім қабылдадым ба, результатқа жеткенге дейін андай фокус бар ғой, прям ана күннің сәулесін лупамен қояды ғой, ана өртем кетпейінше ше. Вот сондай состояние болды менде. То есть сомнение болды, қорқыныштар болды, а вдруг не получится мен ойлағандай деген сияқты нәрселер болды. Мен көп қате жасадым сол кезде де. Результатқа әсер ететін, жаңағы тікелей әсер ететін жасау керек нәрселерді мен көп нәрсесін жасаған жоқпын да. Возможно, лень болды, возможно, маңызды емес деп ойладым, возможно, откладывала, не успела, жалғыз өзім болып кішкене шаршадым деген сияқты да. Но бірақ андай мынандай выражение бар, достоять до конца деп ше. Кейбір адамдар сол жетпейді деп ойлаймын да. Мінез ғой енді бұл. Иә, характер, иә. Бізге де бәрімізге идея келеді ғой. Прям жарышып беретін ше. Жүреміз де идея өзімен ақ келеді ғой. И сол кезде біз оған 2 күн бірінші 3 күн жасаймыз да, соны ұмытып кетеміз ғой негізі. А мен сол нәрсені, мен білмеймін не үшін екен, қайдан келген андай сила духа дейді ғой адамның. Сол қатты келді, маған прям хотелось соны жасауға. И мен өзіме андай азарт болды, вызов болды, мен жасап көре алам ба, көре алмайым ба деп. Мен білдім, что жасай алмай қалсам ешкім білмейді. А жасасам бәрі жарылатынын білдім. Мен өзіме ішкі мотивация бердім, ол ішкі желание болды. С другой стороны, мне, наверное, хотелось андай признание, рыноктың признаниясы ше, что мен білдім, бір нәрсе жасау керек те, чтобы
барлығы саған қарайтын да ше. Одан кейін андай аудитория бар ғой, который сенің клиентің емес та. Мысалға менің қарыз бойынша курсым сатып алатын, психология бойынша сатып алатын кісілер 20, 30, 40, 100 миллион таппайтын адамдар ғой. Ну, максимум 4-5 миллион адам табатындар да. Одан төмен мысалға. Мен ол жақтың уже признаниесін алып тұрмын да. Басқа көбірек ақша табатын адамдардың несін алу үшін, признаниесі дегенде олай емес енді. Сол ортаға кіру үшін дейікші, сол ортамен араласу үшін дейінші де, маған надо было самой вырасти. То есть олар 100 миллион табатын болса, маған да сондай нәрсе жасау керек болды да. То есть мен барып врачка болғым келген жоқ та. Как называется, мен кішкене басқаша ойладым да. Кеше жақында досым айтады, саған көп бөлісу керек деп, өйткені мен проблема келетін болса, басқаша қырынан қараймын да, басқаша шешім қабылдаймын. Жаңағы, егер мен сол кісімен араласқым келетін болса, айтады ғой, күшті кісімен араласқым келеді, жаңа орта өзгерткім келеді, бай кісімен араласқым келеді, дос болғым келеді деген сияқты нәрсе болған кезде, мен сондай желание болды менде ше, тоже араласқым келіп прям. Мен ойладым, мен өзім достойно ұстау керекпін ол үшін. Значит, менде результат күшті болу керек та. И результатқа шынында адамдар қызығады. И сол үшін маған ойладым, мен кішкене қиналайын. Попотеть надо деген сияқты. Барлық нәрсемді бір жерге фокусқа қойып, прям барлық нәрседен отказ беріп жасаған кезде мен білдім результатқа жететінімді. И одан кейін былай деп айту керек, Алланың қалауымен болған нәрсе шығар. Кейде сен сөйтіп істеуі мүмкін, Алла қаламаса сен жасай алмайсың да. Қанша стараться бір нете сасақ, Алланың қалауы енді понятно дело, что барлығы сенім, жаңа состояние деп жатқан нәрсеге сенімді айта аламыз ғой, что өзіңіз сендіңіз, ішкі сенім болды, плюс фокус и көбейтілген мінез. Осы 3 фактор деп айтсақ болады ма? 3 фактор деп айтуға болады. Иә, осы бір жаңа. И сосын накопленный потенциал болу керек та. Пустой жерге ештеңе құра алмайсың. Накопленный опыт қой енді былай айтқан кезде. Опыт бар, иә, потенциалың бар, сенің желаниең бар, сенің дейтін нет, білімің бар, насмотренность бар, жұрттар қалай жасап жатырғанын көресің де. И ұрып көрейінші дейсің. Қалай болады екен деп. Иә, сосын ұрасың. Успешный успех ұнамайды дедіңіз көрсеткен. Потому что қарасаңыз, біз рынокты құрттық негізі ше. Жоқ, бірақ көрсеттіңіз, потологын қойдыңыз ғой жа успешный. Мен қайдан білейін, жұрттың бәрі қуып кететінін. Есентайға бару, Луи Виттоннан бір подарка бере салу, майбық сатып алу деген сияқты нәрселер енді бір қазақ аудиториясында бір. Мен оны былай айтқым келеді ше. Ол менің бұрындан келе жатырған арманым болды ғой. Ақшаны көп ақша тауқым келді, и көп ақшаны көп жаратқым келді. И андай біз аш болдық қой, енді жоқшылықтан келгеннен кейін 2000 жылдардың 90 жылдардың адамдарымыз ғой, енді 2000 жылдардың болған жоқ, тоқырау бәрі, кризис и так далее да, үйде нан болмаған кездер и так далее. Мне кажется, сол жоқшылықты көрген адам солай көп шашылады деп ойлаймын да. Оның жаңағы причинасы ар жақта жатыр да. То есть менде сол желание қатты болды ғой, менде көбірек ақша болса екен, мен соны шашалсам екен, соны көрсетсем екен, жаңағы қалып қойған гештальттарын жапқым келді дейінші, иә, жаңағыдай сондай жасап көрейінші, сол эмоцияны жетіп көрейінші деп. Мен сол кезде Қуаныш мырза айтқан, не үшін ақшаны жұмсай құрта бересің деп ше. Мен бір айда, сол 2021 жылдың июньда барып 20 миллионға сөйтіп не алып келгем, атын еді, брендовый киімдер, путешествие. 2020 маймақ болмай тұрған кезде, оны өйтемей көрсетпегем ше. Прям пакет, чемодан Дубайдан алып келгем, сол кезде айтты, не үшін істейсің деп. Қалтаңда қанша ақша бар дегенге мен айттым, 300 мыңдай қалды. Сен қуасың ба деп, бір кісінің бірге жұмыс жасап жүрдік қой, наставничество алған кезде. Неге олай істейсің деп, мен айтқам, Қуаныш мырза, дайте маған просто тиіспеңші деп ше. Ол менің қалауым деп ше, мен табам ол ақшаны деймін да. Тапқан күннің өзіне мен соны жұмсап тастап, сол немді шөлімді қандырғым келеді деп ше. Өйткені мен ана ақшаны сол үшін таптым ғой. Енді қазір соны жаппасам, менде қайтадан сол аштық сезім тұрады да. И мен қайтадан желание болмайды қайтадан ақша табуға ше. Возможно, жаңа сіз сұрадыңыз ғой, соны феномені неде деген сияқты ше. Енді түсініп тұрмын ғой, 2 ай бұрын мен сол ақшаны өзіме жұмсағам ғой. И ол менің шөлімді қандыртты, ол маған потенциалымды ашуға жаңағы қайтадан не толчок беріп тұр ғой. Мен сол кезде айттым да, мен қайтадан ақша табам, пожалуйста, не трогайте меня, мені осуждать етпеңізші, ұрыспаңызшы маған ақшаны жұмсап тастағанға. Мен біліп тұрмын деймін да басыммен, что мен қандай нормальный адам 20 миллион барып шашып тастай алады. Брендке деп, ол инвестиция емес, ол ақшаны қайтадан сен қайтара алмайсың, ол саған ақша бермейді деп айтамын да. Просто мен бала күнгі
өте қатты сондай аштық қажеттілігім деймін да, что мен соны жапқанның арқасында мен барып ертесі күні андай ғой, дырка да, иә сосын тегістелдім барып жасай аласың деген сияқты да. Вот әрбір адам басынан өтіп көру керек деп ойлаймын ол нәрсені. Барлығымыздың желаниеміз бар, просто разница бар да. Бір кісі өмір бақи типа қойш ол деп рационально жасайды да, типа оған ақша құртқанша, бірақ іші қалап тұрады, біреуден қызғанып тұрады, біреуге қызығып тұрады и так далее ше. А біреу бар нерационально жұмыс жасайды да, бірақ нерационально жасағанның арқасында сен результат жасауың мүмкін. Мне кажется, кейде нерационально жасау керек, но успех деген кезде бізде көп адамдар өздерін алдайды да, и өзгені де алдайды. Мысалға бір бренд алғанын жаңа бір ай прогресс жасайды деген сияқты ғой. Мысалға аудитория енді біліп отырған шығар, что мен сондай суммаға ақша құртқанмын деймін, вообще айтпағанмын да. Көп нәрсе инстаграмда көрілмейтін, айтылмайтын, бірақ айтылғанның өзінде анандай эффект берген кезде мен қорқатынмын ше, что мен қалай влиять етіп жатырмын деген сияқты. А егер мен бәрін көрсеткенде вообще болып кетеді екен ғой деймін да аудитория. Успешный успех ұнамайды дегенім, мен қалай ойлаймын, успешный успех ұнамайды деген не білдіргім келді. Тек жақсы нәрсені көрсете бермеу керек та. А мен возможно комментарийден подписчиктер подтверждать етеді, ұлдар деп па, қолымнан келмей жатырған мен мойындағам. Әлі де мойындаймын, депрессияда екенін мойындаймын да. То есть адамдар маған сол үшін доверять етеді деп ойлаймын да. Успешный успехті да көрсеттім, одан кейін келген кризисті да көрсеттім. Успешный успех ұнамайды деген адамдар тек қана тістеніп тұрып жақсылығын көрсетеді да. Ананы мойындай алмайды ше. А мойындай салсаң бәрі жақсы да. Мне кажется, сондай честность біздің аудиторияға жетіспейді да. Қолынан келмей жатырғаның, жаңағы продажың болмай қалғандығы, какой-то проблемалардың болып қалғаны, сенің ішкі состояниең жүрмей жатырғандығын мойындай алу үлкен ерлік деп ойлаймын. Бізде кім бар мысалы, успешный успехті көрсетіп, кейін мойындаған. Типа болмай жатыр, мен депрессиядамын қазір деп ше, поддержите деп айтатын ше. Да, менде бәрі жақсы, визуально үйім, машинам барлығы бар, ақша тауып тұрым, бірақ бұрынғыдай емес, бірақ мен қазір қатты күйзелістемін деп айтатын ешкім мойындамайды ғой, қарап тұрсаң. Сол айтқым келген успешный успех. Қиын, иә. Ал соны мойындаған кезде сонда адамдар түсінушеді. Успешный болсаң да сенде де депрессия болады. Успешный болсаң да сенде смысл жоғалтып аласың. Күйзеліс болады, құндылықтарың өзгеріп кетеді, цель таба алмай қаласың, желаниең барлығы жаққаннан кейін не істеріңді білмей қаласың. Ары қарай дальше не деген сұрақтар болады да, не істеп жүрмін деген сұрақтар болады. Өзіңде кішкентай конфликт бола бастайды. Осыма мен қалағаным, вроде бәрі жақсы, что-то не то деген қайтадан новый уровеньға шығуға жаңағыдай сені итермелейтін сондай күйзелістер болады да. И соны айтқым келеді да, тек қана жақсылықты айта бермей. И адамдар, когда не получается, они же будут думать, что өздерін ойлайды, көздерін кінәлайды да, со мной что-то не так, надо постоянно жақсылықты көрсете береді да, а менде тек қана жамандық деген сияқты. Сондай нәрсе болмаса екен деймін да, өйткені біз инфлюенсерлерміз ғой, енді влияние жасап жатырмыз да, прямо әсер етіп жатырмыз аудиторияға. И соны көрсету керек деп ойлаймын да. Көрсете білу. Мысалға сіз танисыз ғой, қанша біз еркектер инфобизнесте жүрген и так далее. Қаншамыз құлап сүрініп жаңағы война басталған кезде, январьский событие кезінде қаншасы минусқа кіріп кетті и так далее. Ешкім мойындай алған жоқ қой сол кезде. Мен просто ол кезде ондай нәрсе сезбедім да, потому что мен нормально болды да. Мен өзі түсінген жоқпын. Кейін барып, бір жылдан кейін мені соқты да, ішкі күйзелісім. И сонда да мен айттым, мені қараңдаршы, мен тұра алмай жатырмын просто деген сияқты. Как называется, инфобизнесқа сондай честный адамдар керек деп ойлаймын да, что вот, ребята, вот пепел менің басында, короче, осындаймын деп ше, мен идеальный емеспін деп ше. Біздің қоғам оны қабылдай ала ма? Я? Бәріміз. Самое интересное, что, как называется, психология адамдардың сол ғой. Біреу қиналып жатырса, біз аяймыз. Ол біздің немізде қалып қойғанша, ішімізде біреу қиналатса, көмектескіміз келіп тұрады да. И көмектесе алмасақ та, вниманиемізді береміз. Егер күшті көтеріліп келе жатып, какой-то проблемасы болған кезде, сіз байқаңыз, что-то не то случилось деп инстаграм жазшы, маған көмек керек деп ше, бәрі атылады да.
потому что олар сізді жақсы көреді и сізге пайдасы тигісі келіп тұрады. Адамның негізі туа біткен несі сондай да, біреуге жақсылық жасағысы келіп тұрады, чтобы өзін күшті сезіну үшін, хороший адам ретінде, потому что өзін жақсы адаммын деп ойлайды да, жақсылық жасағысы келіп тұрады. И сіз крутой болсаңыз, ол өзін жақсы сезінмейді ғой, потому что сізге көмектесе алмайды да, сіз и так жоғарыда тұрсыз да. Ал егер сізге қандай да бір көмек керек болатын болса, соны справка алу керек болатын болса, например, дөңгелегіңіз жарылып қалған болса, айтсаңыз, білейін десеңіз, мен уверен, что сізге он шақты жігіт келеді да, Тайыр мырза, давайте деп істеп бере аласыз. Өмір сондай да, адамдар сол жағын түсіне алмайды, что мойындаған кезде позорым шығып қалады, авторитетім түсіп қалады, маскам шешіліп қалады, адамдар менен отвернуться деп ойлайды. А именно сол моментте адамдар саған жақындайды ғой, потому что ол өзін сізбен ассоциировать етеді. Сіз де мен сияқты адам екенсіз ғой, сізде де проблема бар екен. И сіздің сол проблемадан шығуыңыз оларға қызықта, жаңағыдай қалай шығасыз депші. Значит, сіз шығып жатсаңыз, ол да сізге не істелінеді, операция етеді да, мен де шыға аламын деген сияқты. Негізі психология бойынша солай. И осы подкастпен сол айтқым келеді, жеткізгім келеді. Блин, шыншыл болайықшы депші, мойындайықшы. Возможно, мен қателесуім мүмкін, менікі дұрыс емес болуы мүмкін, но менің ең үлкен алған результаттарымның ең маңызды бір себептері ол менің шыншыл болғандығым. Қарыз болған кезде қарыздамын деп мойындағаным, қолымнан келмей жатырған кезде. Сәлеметсіз, Таңшолпан? Жақсы. Ең сол маған көмектескен нәрсе менің сол честный болған деп ойлаймын да. Өйткені ол кезде сторителлингпен айту деген нәрсе 4 жыл бұрын ше, историяңның барлық үйдегі жатқан неңді бүйтіп ашылу, аудиторияның алдында шешіну. Менде аз аудитория болса да папамның ішкенін, кезінде ұрғанын маманы, мені басқа семьяға, басқа дегенде туысқандарымызға воспитаниеға бергені, мен қалай қиналғаным, біреуге дәлелдеймін деп ақша алып бизнес ашып қарызға кіріп кеткенім, махаббат хотела заслужить деген темалар аудиторияға қатты өтетін да. И сол кезде олар лояльностін білдіріп бастады да. Мен де, сіз де мен сияқты екенсіз ғой деп. Мен бір телефонды қойдым да, историямды айтып беріп ютубқа салып жібердім. Ол кезде 5 мың подписчигім болған. 5 мың подписчикпен сол дейтін 100 мың просмотр жинап кеткен ғой. И ана комментарийларын оқысаңыз, 1000-нан астам ба, 2000-нан астам комментарий бар. Ер адамдар жылайды ғой ананы ше. Ана біреудің мойындағаны ана кісіні де мойындатады да. Мойындағаннан бөлек ол жерде шынайылық керек. Шынайылық. И мынандай технология бар, адамдармен арасында егер күшті қарым-қатынас жасағыңыз келетін болса, адаммен күшті. Біз кіммен доспыз? Мен секретімді білмейтін адам емес, мен секретімді білетін адаммен доспын ғой, потому что мен оның алдында ашылдым да. И мен кімге қатты жаным ашиды достарыңыз арасында, который оның қатты көп секретін кім білесіз, есіңізге кім түседі ше? Ең жақын адамыңыз сол ғой. И егер сіз адаммен шынымен де жақындасқыңыз келсе, сіз ашылу керексіз да, и ол адам сізге ашылады. То есть сол менің нем деп ойлаймын. Единственный такой фактор успеха, который басқалардан андай конкурентный преимущество дейді ғой, конкуренттік басымдылығым болған нәрсе сол шындықты мойындай ала білгенім ше, барлығын айта білгенім. И сол үшін олар мені дос көрді, жақын көрді, екеуміздің историямыз ұқсайды деген сияқты адам басында сондай не қалыптасып бастады. И оған өте үлкен батылдық керек, смелость керек. Орысша айтады ғой, яйца надо иметь деп ше, железные яйца надо иметь. Шынымен анау еще публичный терапия ғой, шындықты айтып мойындау деген сияқты. Вот. Инстаграм маған өте көмектесті сан проработка жасауға. Анау боль ғой енді ішімдегі. Бүйтіп алған кезде больді бүйтіп бөліп тастайтын сияқты адамдар. Тас сияқты да, бүйтіп краш етіп тастайтын сияқты адамдар бөліскен кезде ше. Эмоциясы проблеманың мысы азайып кетеді ше бөліскен кезде. Бірақ адамдар маған исламның темасын айтады, сенің ішінде косяктарың, проблемаларың ішінде болу керек, ешкім білмеу керек, деген сияқты ше. Тек жақсылығыңды айт деп сөйтіп айтады. Мүмкін солай шығар, мен бірақ басқаша істедім да. И сол нәрсе өте көмектесті. И қазір осы подкастты көріп отырған адамдар феномен успеха дейтін болсаңыздар, мне кажется, сол өте қатты көмектеседі. Марғұлан Сейсенбайдың несі бар емес пе, успеха? Неден басталып кетті?
басында ол просто со всеми был равный. 2015-2016 жылдары барып фейсбукқа посттар салып бастады ғой, толтырып мен осындай қудаландым, осылай ол кезде видео ютуб ештеңе жоқ қой. И тұрды да фейсбугі 1000-2000 подписчиктен сразу 17 000 подписчик болып кетті, 38 000 подписчик болып кетті фейсбукта басында. Мен оны қайдан білемін, потому что мен 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасайтын консультант болып, и тек қана фейсбукта отырасың да, текстпен. Компьютерде не істеп отырғанын ешкім білмейді ғой, клиент жоқ кезде, и соны оқып отыратын. И каждый раз көретін подписчигінің соның саны өскен. И ол тұрды да интервью берген кезде бүкіл нәрсесін ашып берді ғой. И адамдардың барлығы сразу кісіге деген респект, уважение, сондай проблема шеше алғандығы, 7 жыл бойы соттасқан, бүкіл ақшасын потерять еткені и так далее. Адамдарға сондай лояльность істеді да. Қарасаңызшы, не істеді ол? Просто шындықты айта салды, мойындай салды. Мен осындай нәрсе бәрі болды, осының бәрін потерял, и вот так қазір я живу деген сияқты. Қазір сонда да мен көп ақша тауып жатырмын деген сияқты нәрсені айтты да. Бәрін мойындай салды. И сол кезде кім есте сақталды? Адамдар историямен есте қалады да. И ол кісінің историясы барлығы біледі. Ал басқа миллиардерлерді барлығы жабық саясатын жүргізеді ғой. Иә. Ештеңе айтпайды. И оларға біздің эмоционалды немесе ешқандай ассоциациямыз жоқ та, маған ұқсастығы деген сияқты. Мне кажется, осы подкасттан кейін барлығы историяларын айтып бастайды деп. Шынайы ма мен инста жүрмін деп. Да. Достар, қолдаңдар мені деп. Да. На самом деле қолдайды. Өте қатты қолдайды. Европада тұрып келдіңіз. Иә, ол да қызық болды. 4 ай ма, жарты жыл ма? Ужас. Мен кризисім содан басталды негізі. Не үшін кеттіңіз жалпы Европаға? Мүмкін проблемадан қашқан шығар, білмеймін, енді бегство дейді ғой. Енді оны мойындау керек, бірақ неден қашқанын білмеймін. Возможно, ана үлкен успехтан қорқып қаштым деп ойлаймын ше. Он, наверное, бірақ ол кезде бәрі жақсы болды. Бәрі күшті болды, иә. Новый уровень деп ойладым. Қызығу керек деп. Бірақ былай қарасаң, негізі оған сырттай себептер болды. Мені шақырды сол жаққа ше. Бір кісілер, бұрында мен жұмыс жасағам, сөйтсем олар әдейі шақырған екен да, чтобы қастарында ұстау үшін и так далее. А мен басым айналып, ладно, давай деп ВНЖ алып кете бергенмін ғой. На самом деле бармай қою керек еді да негізі. Кейін білдім, мен кейін ол кісілермен соттастым и так далее ше. Ол басқа тема да негізі. Мен ол кісілердің жаңағы директор болғам компаниялардың и так далее. И мен директорлықтан шығарған жоқ ол кісілер. И шығармас үшін, өздерін жақында ұстау үшін біз Европада тұрамыз, сенде келсейші, күшті болады деп маған құя берді, күнде звондап, міне документ тапсыр деп. А мен под влиянием деп айтайыншы, сөйтіп тапсырдым, маған сөйтіп берді. Ладно, барып көрейін деген қызық болды, сөйтіп бардым. Ойладым, мен удаленно бизнесті управлять етем, ол күшті әсер етеді, ағылшын тілін үйренем, шетелде тұрып көрем деген сияқты нәрселер болды. Мен бір жағында не күтіп тұрған білген жоқпын. Ең қиналған нәрсем, что, во-первых, мен тіл білмеймін, во-вторых, комфорт жағынан қатты құлап кетті да. То есть мен мына жақта водитель бар, домработница бар, ассистент бар, бәленбай команда бар, иә, тамақ пісірмейсің, үй жинамайсың и так далее, иә, киім жумайсың, там еш нәрсе істемейсің, чемодан жинамайсың деген сияқты бүкіл нәрселер ан жаққа барған кезде резко бәрі өзгеріп кетті. Хоть мен отельде тұрдым, иә, и этот немді жуып береді, төсемді істеп береді и так далее. Тамақ мәселесі қиын болды да, ол жақта енді бәрі шошқа ғой. И сосын тіл білмейсің, ол жақта экономтак мына жақтан жүрмейсің ғой, ан жақта сен тіл білмейсің де, жұрттың боқтап жатыр ма, не істеп жатыр ма, кіркір машинасына отырған и так далее. Андай эгом сынды ма, бір бәле болды кәдімгідей. И мына жаққа келіп, ана короным түсіп, простой болып келдім да. Мне кажется, сол қатты конфликт тудырды іштей ше. Сосын ол жағынан дұрыс болды деп ойлаймын. Өйткені адам көп ақшаның буымен слишком көтеріліп кетеді екен ше, егесі прям бесіп кетеді ше. Мен бір рет бір андай 45 квадрат метр однокомнатный квартирада тұрғам, 4 ай. Сен үйде болдың ғой, демек, қонақта неде легендада. И туалетті тар болатын, подружкам айтатын, білеймін, мына үй тар, мен қысады десем айтады, сен эгің өсіп бара жатыр ғой деп ше. Сен сыймай жатқан жоқ, сен эгің сыймай жатыр ғой. Шынымен де сондай да. Одан кейін тағы да үлкен квартира өшкенде айтам, тағы бір кабинет керек деймін ғой, сыймай жатыр мен заттарым айтады. Сен просто қайтадан өсіп кеткен ғой эгің деп. А сол Европа эгоны сындырды да маған қатты. Бір жағы оның плюсы да бар, минусы да бар. Одан кейін ағылшын оқимын дедім. Что-то не получилось. Өте қатты қиналып кеттім. Шетелге мен жалғыз өзім кеттім ғой. Не дос болған жоқ, қасында подружкам болған жоқ. Андай парень, жігіт, как называется, муж, жена деген сияқты тема ше. Негізі сондай адаммен барып қошу керек екен да. Өйткені қасыңда бүйтіп операция ететін, қызықта ішіндегімен бөлісетін, бірге тамақ ішесің, бірге уақыт өткізесің. А мен жалғыз қалып қалдым ғой вообще. И сол қатты қинап жіберді. Ол өте қатты нәрсе, қиын нәрсе екен да негізі.
жалғыздан жалғыз ешкіммен араласпай жүр. А студент болсаң әйтеуір нелермен араласасың ғой, нет, одногруппниктермен деген. А мына жерде мен типа өзім деп қудым ғой. Сол нәрсе көп ақша шашылып кетті вообще, есепсіз ше, евромен не тауып не ішіп жатқан, не алып жатқанын білмейсің, үшеумен барып Испанияда күн ыстық толтырып жазғы киім алам, потом Португалияға барам, үш аптаға, ол ана Атлантический мұхиттың жанында сап-сақын қалың киім алам. Сосын Мальтаға барам, ағылшын үйреніп, сөйтсе ана дейтін Испанияда қалып кеткен ыстық киімдер, мына жақта қайтадан ыстық киім. Сөйткен кезде ақша шашылып кетті негізі. Ол нәрсе ысырап деп ойлаймын. Мен сөйтіп көп ысырап жасадым негізі. Ақшаға қатысты өте сондай жаман нәрсе жасадым ше. Ондай нәрсе жасамаған дұрыс екен негізі. Сол нәрсе ақшаға уже басқаша қарауды үйретті. Ақшаның есебін білу керек екендігін үйретті. То есть через жизнь үйретті деп ойласам болады ше. Что маңдай термен тапқан ақшаңды өйтіп беталды шашпау керек екен, лучше капитал қылып жинау керек екен, бір нәрсеге салу керек екен ше. Құрта салу оңай да. Бізде ақша табуды білеміз, жаратуды білеміз, бірақ сақтауды, оны еселеуді білмейміз ғой. Вот сол табудан, жаратудан мастермін, бірақ жинаудан мастер емеспін ше. Менің келесі целім сол ақша жинау. Үйрену. Иә, сол нәрсе. Қазір инфобизнес пока стопта уақытша. Жоқ, ол жасап жатыр. Жасап жатсыз ба? Жасап жатыр. Курстар бар ма? Курстарым бар. Сосын, как называется, ана айттым ғой, хейт келді деп ше. 2 жыл бұрын. Содан кейін продуктқа фокус қатты қойылды ғой. Бірнеше курстар жасадым, сол ақшаға қатысты, самооценкаға байланысты. Одан кейін сторис бойынша курс жасадым. Бұрында мен курсты өзім ақ жасай салатынмын. Бұл жерде методологтар жалдап, прям жақсы продукттар жасадым. Вот солардың енді сатуымен айналысам ше. Қазір ескі курстарымды қайтадан жаңалап жатырмын. Где-то 6 миллиондай кетті текущий моментте, чтобы методологпен жұмыс жасауға ше, бірақ әлі соңына дейін бітіп шыққан жоқ. Ақша жайлы курс қонда қазір, иә. То есть ақша дегенде мен опытымен бөліскім келеді да. Ақша тауып жүрген адамдар қалай плюс-плюсқа шыға алады деп ше. Өйткені мен бұрында қарыздан 0-ге плюсқа шығуды үйреттім ғой. Кейін 1 миллион, 2 миллион тауып жүріп, 10, 15, 30, 40 миллион табуға не әрекеттер жасадым, онымен бөліспегем да. Вот сонымен бөліскім келеді. Өз опытыммен. Жалпы соңғы жылдардағы инфобизнесқа қатысты хейттар, соның ішінде мысалы Аяздың кеше ұстап алуы қалай әсер етті сізге? Өзіңізге бір тревога болған жоқ па? Жоқ, что за фигня деген сияқты. Вообще тревога болған жоқ. Ол тревога... Мен өзімде тревога болған десеңші. Жоқ, ол дейтін накопленный тоже потенциал ғой. Ол дейтін фоново всегда болды, просто Аяз мән бермейді деп ойлаймын ше. Мен соның ішінде оқыған адаммын ғой. 2018-де ақша төлеп оқыған адаммын да, и сол кезде продукт күшті болған. Аяз өзі бірге жүрген. Кейін ол продажаға қойды да, продукты жетпейді 1000 адамға, сен өзіңіз білесіз, 2 адаммен жұмыс жасаңызшы айны. Уж шаша қаласы ғой. 10 адам десе әйтеуір ілініп әйтеуір біткенше күтесіз да. Ал 30 адам, 40 адам, 1000 адамға сатып тастадыңыз. Еще үлкен чекке. И наставник дегендері болды ішінде, трекер дегендері болды и так далее. Сол кезде мен потому что ана бірінші потогын көрдім. Содан кейін 2 жылдан кейін сол қарызым деп сол ақшаны төлеп бердім. Ішінде не болатырын көрдім. Ойладым, точно бір нәрсе болады деп ше. То есть ол ожидаемый нәрсе болды. Өйткені недовольство көп болды негізі. Олар как-то возвратпен, анаумен шешті. Ішіндегі адамдар возмущаться етті. Осы сот боларға дейін ютубта үлкен видео жүрді ғой. Көп адамдар көрмеген шығар, что сол кезде адамдар жиналып бастады негізі ше, чаттарға, что заявление жазамыз деп. Аяз тұрды, сол кезде олармен сөйлесудің орнына ол тұрды, рилс түсірді, ютубқа видео түсірді, что біздің компания вообще красавчик деп ше. Негізі сондай болып жатырған кезде на будущее сондай моменттер болып жатырған кезде маған өзіме сабақ ретінде сол ситуацияны алдым. Проблемадан қашпау, проблема болып жатырса, біреу возмущаться етсе, соны тыңдау керек та барып, сөйлесу керек, отыру керек. Все можно решить разговорами, надо сесть на стол переговоров. Егер сөйтіп отырған кезде ол ситуация болмас па еді деп ойлаймын да. Мойындай алуды ерлік деп ойлаймын, что да, мы там допустили ошибку, да, ребята, мы будем меняться деген сияқты нәрсе айту керек деп ойлаймын. Егер сіздерде де қазір клиенттер возмущаться етіп жатса и так далее, олармен күреспеу керек, оларға доказать етпеу керек, соғыспау керек и так далее. Отырып
что ты хочешь деп сұрау керек та, адам өзі айтады не что хочет, соның нәрсесін берсеңіз все, успокаивается адамдар ше. Негізі конфликтте біз не істейміз, сіз правсыз, мен правмын да, а біреу не прав бола салса, ана кісі конфликт сразу исчерпается ше. Негізі проблема сода бізде, что біз екеуміз ұрысқан кезде мысалы сіз өзіңіздің нәрсеңізді түсіндіруге тырысасыз, мен өзімдікін түсіндірем, бірақ мен сізді түсінуге тырыспаймын да. Вот егер ол аналардікін түсініп бастаған кезде жақсы болушы еді деп ойлаймын. Инфобизнесте ол нәрсе болады, проблема. Мынандай традиционный бизнесте де қанша хейт кетіп жатыр да, даже кока-кола и так далее, андай болады ғой, социальный сетьқа не то фото салып жіберші, ана еркек пен еркек болып отырған, бәрі байкучарды алып шықпай ма? Сосын алады да, олар не істейді, кешіріңдер дейді, сразу все забывайды. Шын ғой негізі, ол бүкіл бизнесте болатын нәрсе да, а просто қателікті мойындай білу керек сияқты деп ойлаймын ше. Тапить ете бермей ше. До конца дейсіз ғой. Не до конца, мойындамай. 2024-те қандай өзгерістер байқаймыз сізден? Менен ба? Білмеймін, мен тұрмысқа шыққым келеді, пока жігіт жоқ десе. Как называется? Прям ақша тауып, бүйтіп не істегім келмейді. Как называется? Бақытты өмір сүргім келеді, расслабленно, это как называется, андай контролировать етілген өмір ше, где есть режим дня, где есть вовремя тамақтану, уақытылы ұйықтау, уақытылы ерте тұра. Біз сізбен ерте тұрған кездескен едік қой. Иә, серуендеп жүрсіз. жүрсіз. Сіз әлі серуендеп жүрсіз? Иә, таңғы серуендерді жүретін. Мен бүгін таңертең 6-та тұрып сөйтіп серуендедім 1 сағат ше. Соны қайтадан қолға алайын деп жатырмын. Сондай андай размеренный өмір сүргім келеді да, что ақша тауып жүгіруден емес, сол ақшаның қызығын көргім келеді. Тенниске баратынмын бұрында, гольфке баратынмын, әлі күнге жүзіп үйренбегенмін, сол жүзіп үйренгім келеді. Бұнда бала күнінде домбыра тартатын, қазір ұмытып қалдым. Маған домбыра подарить етті. Сол домбыраны тартып үйренген, оның бәрі уақытты талап етеді ғой, енді внимание керек. Ағылшын тілін үйреніп жатырмын. 11 ай болды, үздіксіз вообще бірде-бір пропускать етпей, соны результатына жеткізгім келеді. Сондай нәрселермен айналысқым келеді. Еркек құсап, жаңағыдай еркектермен жарысып ақша тапқым келмейді. Ақша табу қатты драйв етпейді дейсіз ғой, короче. Уже өзіме дәлелдедім. Иә, сондай сияқты. Больше никуда деп тұрсыз ғой сіз. Да, сондай бір бәле. Құндылықтар ауысты. Өте қатты ауысты. Бұл қыз балаларға енді білмеймін қалай атайтынын. Бұл бір даналықпен келетін нәрсе ме, қалай ойлайсыз? Уақытпен келетін нәрсе ме? Или обязательно бір қателікпен келу керек пе? Мне кажется, басқа ұрады деп ойлаймын ше. Ну, то есть уақытпен де келеді, сен өзгересің, андай ішкі депрессия күйзеліс арқылы да келеді. Адам бізге сигнал келеді ғой негізі. Біз вообще істемейміз ғой. Пока бізді ұрмайынша, қылатпайынша. Мне кажется, сондаймен келеді деп ойлаймын ше. Негізі что-то не то екендігін мен басында білдім ғой, что мен қатты кетіп бара жатырмын деген сияқты ше. Но мен сол кезде уже қатты көп ақша тауып жүрген кезде ішіме недовольство болатын. Білемін, мен уақытылы ұйықтамаймын, уақытылы таңертең ерте тұрмаймын, уақытылы тамақ ішпеймін. Не істеп жүрмін, мен тек қана ақшаның артынан қойып жүрмін, а басқа сфералар онша емес деген сияқты іште жиі беретін ше. И как раз депрессия келді. Не істейсің, ерте тұрып бастайсың, ұйықтап бастайсың, тамақ ішіп бастайсың, хочешь не хочешь денсаулығыңды дұрыстайсың, потому что мен сол кезде ковидпен ауырып қалғанмын. И уақытылы капельницаңды витамин ішіп бастайсың. Мен оған дейін 1 жыл бұрын ба, сол не болмай тұрған кезде 1 жыл врачтарға барғанмын, береді ана нәрселерін жазып. Біреуін істемеген ғой. Ана жерде уже учебница болып тұрған кезде бір врач ұрысқан, істемесең істемей қой деп ше. Істемейсің ғой сен, анда істемей хайбай шығарғансың деп. И мына жерде уже бір жерін қысасың да істейсің да. И как называется, егер байқасаңыз, сіз өзіңізге қарап көріңізші, қай уақытта сіз өстіңіз, қай уақытта сіз пістіңіз. Никогда классно было. Қай уақытта қатты Тайыр мырза, прям Тайыр мырза болатындай опорасы бар, ішінде прям стержні бар, прям қазіргі күндегі өзіне сенімді, уверенный, қалыптасқан тұлға ретінде қай уақытта қалыптасып бастыңыз? Менде мынандай период болды, 5 жыл традиционный бизнеспен айналысып жүрдім. Күнделікті 18 сағат жұмыс істеймін. Күнде ұйқыдан тұрғанда мен бірінші көзім ашылғандағы сұрағым, қашан мен доллар миллионер боламын деймін. 5 жыл істеймін, түрлі 10-нан аса бизнеспен, бірақ результат ойымдағыдай емес. Бұның кейін жауабын түсіндім. Скорее всего, бұны мені Алла тағала бүйтіп сақтап қалды. Өйткені мен сол кезде егер сол деңгейге жетсем, өйткені менің басым пустой, қуып кетер еді.
түсіндіңіз ғой бағана мен реально қуатын едім мен айта алмаймын енді мына жерде подкасттың алдында айта алмай тұрмын да қалай сол үшін мен бір сақтап қалған екен деп түсіндім. А когда уже мен түсіне бастадым кейін мына голод болды ғой 5 жылдық қиындық болды. А осыдан біз инфобизнеске келген кезде уже маған жеңіл болды. Бұл жақтағы выгорание, ар жақтағы мен түні бойы Шымкентке айына 5 рет барамын, машинамен жаман 25-кім бар, 3 цехым бар, 30-дан аса әйелдермен жұмыс істеймін, өзім тест илеймін, өзім пісіремін, өзім магнумдарға таратамын да. А тут уже андай бір мен үшін қалай айтсам болады? Рай на земле болды ғой, иә, шынымен де. Сол нәрсе маған бүйтіп бағана сіз айтпақшы накопленный опыт, накопленный не болып кетті да. Сол енді кейін екінші этап менде не болды? Сіз айтпақшы шынайылық. Ана январский событие болғанда кітап жазам. Сату өнері деп. Сөйтіп кітабым жарыққа шығады. Енді сатайын десем, ешкім алмайды да кітап. Ойлашы. Оған дейін мен Айжұлдыздың продюсерімін, Қазақстанда ойбай Тайыр Нұғман, ана проектті жасаған, мына бір 100-ден аса мықты эксперттерім бар да, енді олардың фанат қалыптастырып бергенмін, бір жылда 100 000 адамға марафон сатқам, елдерге ақыл айтып жүрмін да. Прикинь, мен өзіме фанат жинамағам ғой. Мен сол кезде дік ете қалдым. Сіз сонда басқаларды продвигать етіп, өзіңізді продвигать етпегенсіз. Өзімді етпеген ғой. Түсіндіңіз ба? Мысалы, эксперттермен жұмыс істеймін да. Соларды күшейте беремін, сәкенділім бе, анау мына нольдан алып көп эксперттермен жұмыс істеп жүремін да. Бірақ өзімді ешқашан. Сіз фонда қалып қойғансыз ғой. Фонда қалып қойғам ғой. Көлеңкеде. Блин, ана маған вызов болады конкретно. Давай Тайыр. И күнде содан бастап таңда эфирлер жасай бастаймын. Таңғы эфирлер. Бірінші күні бір адам кіреді. Екінші күні 2 адам кіреді. 3 адам кіреді. Но бірақ анау еще сен эгоң ұрады ғой. Тайыр Нұғман 3 адаммен да. Еще біреулер кіріп прикол ұстап кетеді. Өзімнің достарым ше. Тәкең қайтпайды, анау мынау деген сен оны біліп тұрсың ғой, оның артында подстрекательский әңгімелер жатқанын. Но бірақ осы нәрсе мені қайтып екінші уровеньде уже өсірді. Шынымен де уже 100 адам кіретін болды. Басқа аудитория қалыптастым. Мысалы өзімнің фанаттарымды қалыптастыра бастадым. Қалалар алып тренинг жасай бастадым деген сияқты нәрсе. Осы маған бір кері бір фидбэк берді. Осы жерде бір кейін уже енді мен өзім андай бір махаббат адаммын деп ойлаймын өзімді. Якобы енді басқалар қалай екен. Мен состояниеға жатып алған адам. Состояние қатты мән беремін. Ішкі халіме, адамдармен более шынайы болғанды, бір адамдарға қиянат жасамауымды деген сияқты нәрселер. Осыны ары қарай алып кетудің арқасында маған бір өсімдер болды деп ойлаймын мен. Енді өз деңгейімде. Ойбай бір феноменальный демей ақ қояйын. Осы нәрсе мысалға әсер етті. Енді сұрақ, не нәрсе өсірді? Кайфовать етіп жүрген кезде ме, енді қиындық өсірді ме? Скорее всего, қиындық. Жәнегі вызовтар өзіңе деген. Сол қиындық болмаса, сіз қазір осылай болар ма едіңіз? Айтыңызшы, кітап сатылмай қалса. Скорее всего, нет. И адамдар қиындықты жаман негатив ретінде көреді да? Иә. Ал именно соның артында бүкіл біз алатын ненің берекенің бәрі соның артында жатыр ғой, негізі қарап тұрсаңыз. Иә. Сіз инфобизнесте жаңа басқа эксперттерге результат көрсете алуыңыздың өзі жаңа 5 жыл традиционный бизнесте қиналғаныңыздың арқасында ғой. А мен ақбота болып жаңа майым қалған, потому что 8 жыл қарыз болып бала күннен ақша жетпегенді көргеннің арқасында ғой. И біз жаңа айтып тұрған сол ғой. Біз сыртын көреміз да, ішін көрмейміз. Егер сіз соның ішін айтқан кезде, жігіттер мен осылай қиналғам, кітап сатылмаған арқасында осындай красавчик болып кеттім десеңіз, адамдар өздерінің кітап сата алмай жатырғандарын, бизнестерін жүрмей жатырғандарын негатив көрмейді да, оның арасындағы благоны көреді да, артында тұрған Құдайдың бергісі келген берекесін көреді да, и дальше продолжает жасай беруге ше. А сіз күнде эфир жасай бастадыңыз ғой. Біз не істейміз? Бір күн жасаймыз, бір адаммен кетіп жібереміз ғой. Айтып тұрғам сол ғой, идея келеді, бірақ достоять до конца, сіз достояли же до конца. Менің айтқан нәрсем сіз де істепсіз ғой. Одан кейін мысалы сөйтіп ютубтарды бастадым. Нольдан. Алғашқы есімде бар. Жәнібек мырзалар келіп ақылдасам, алғашқы не істейін деймін, Жәкең айтады, күнде видео салыңыз дейді. 100 күн, 100 видео салыңызшы дейді, осы кезде результат көресіз дейді. А пофиг деймін. Уже 90 ба 100 видео сала беремін ғой, бәрібір өзім түсіре беремін, анамен мынамен. Бір Жәнібек мырза тәке, что-то тоқтатамыз ғой деймін, сіз қатты кетіп жатқан сияқтысыз дейді да. Уже подкаст форматында уже азайтайық дейді. Уже ана менде нереально шығып жатыр ғой, короче. Сөйтіп кейін уже азайта бастадым, уже чисто подкаст. Качествоға. Иә, уже качествоға өте бастадым. Но басында бірақ санға қатты жұмыс істедік командамен. Иә, Динара ханымдар бәрі уже андай қандарын ше беремін. Көріңізші, күнде ютубқа контент беру оңай емес mesela. Аптасына бір сұхбат берудің өзі кәдімгідей шаршатады да. А тут мен күнде беремін ғой. Күнде видео түсіре беремін. Еще оның әңгімесі бар айтатын, жәнегі монтажы бар. И бір нәрсе бар. Негізі көп сөйлеген адам қателеседі көп жағдайда. Өйткені фильтр кете бастайды сенің ішкі. Бізде нарықта сол нәрсе бар да, мысалы сен көп андай артық істеймін деп тыртық істеп қоясың ғой.
уже өйткені эмоцияға бой алдыра бастайсың, уже не контролируй. не өйткені әйтеуір бірдеме айтуым керек қой, әйтеуір контент беруім керек деген идея кетеді, лишь бы болып кетеді. лишь бы болып кетеді. Сондықтан осы нәрседе мен кейін тоқтатып, қазір енді өз деңгейімізде бір 13 мың подписчигіміз бар, қазақ аудиториясында әйтеуір себеп салдар деген подкаст болып жатыр. Күшті. Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Бұл күшті сұхбат болды. Маған ұнады. Несі, маған сіздің историяңыз ұнады. Жаңағы айтқан күшті сұрақ қоя алады екен ше, сізде прям пық деп. Ашасыз ба? Иә, күшті ашылып кеттіңіз ғой, что кітап сатылмағаннан өйстіп баста кеттім дегенше, что қиындық сізді өйстіп раскрывать еткен, қиын бизнес сізді инфобизнесті күшті раскрывать еткен. Менше, енді менің ойымша, Ақботаның айтары бар деген бір подкаст шығу керек қой. Просто айтып жатыр мен қалжыңдап. Бірақ уже не ма? Аты ма уже? Жоқ, сіздің өзіңізді айтып жатырмын да. Жоқ, енді сол подкасттың атын придумать етіп бердіңіз, а? Иә. Все, кеттік, және бастайық. Анау, сіздің де іште айтатын нәрсеңіз көп та. Кейде біз бағана сіз айтып жатсыз, мынандай адамдар болады. Потребность та сөйлеу. Мен сондай адаммын. Иә. Түсінсіз ғой, мен сөйлегім келеді, маған ұнайды, бұл кайф береді. Маған пофиг, қанша шығын кетеді, басқа болады, ұнайды маған. Бұл бірінші мен өз қалауымды орындайтын адаммын. Осындай болған кезде оның артында негізі айтатын әңгімесі бар адамдарда сондай болады деп ойлаймын. Сізден сондай бір потенциал. Менде 2 жыл бұрын Жаник может подтвердить, бүкіл техника бәрі сатылып тұр ғой, мынандай микрофон да, камера да профессиональный. Мен даже сондай специально үйде тұрамын, что бір комнатам просто студия ше. Әлі түсірілмей, әлі қолға алынбай жүр, бірақ сол іштегі потребностьтен туылған нәрсе ғой. Что-то маған ұнады сіздің темаңыз, Ақботаның айтары бар деп. Қазақша аудиторияға күшті нәрсе айтуға болады екен. Ну, то есть айтқым келеді, негізі бөлісетін нәрсем бар. Сондай подкаст болса, мен мысалы қуанатын едім. Біздің подкасттың енді бір заңдылығы бар. Біз енді мынау лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, ютубтың да енді бір заңдылығы бар ғой. Соған орай келген қонақтардан бір подарок сұраймыз. Не берсек болады? Анада соңғы бір рет орысша подкастқа шақырған. Ол кісі ештеңе сұраған жоқ та, мен айтамын, күшті комментарий жазғанға мен подарок беремін деп ше, қойшы дейді, жұрттар кітап берер екен да. Сосын жоқ, мен ол кезде айттым өзімше, новый AirPods подарить етемін деп ше. И шарты бар ол AirPods-тың ше. Лайк басып, комментарий басқан ол бір бөлік, подписаться еткен ше. Екінші нәрсе, комментарийға осы жерде не түйді, қандай смысл алды, и өмірінде қалай сол идеяны қолдана алатын идеясын жаса. Егер мен мынаны түсіндім, мен осындай жасай жатыр екенмін, немесе осындай жасаймын деген сондай шешім қабылдаған комментарийлердің арасында мен AirPods сыйлыққа бергім келеді. Бір адамға? Бір адамға. Кім жазғысы келеді, сол кісіге. Тағы қандай сыйлықтар береді? Кітап береді ма? Кітап бер десеңіз, кітапты бере аламын. Біз негізі 3 адамға береміз? 3 адамға бересіз. Бір AirPods, бір кітап деген сияқты. Этот как называется? Тағы қандай сыйлық беруге болады? Сіз өзіңіз айтыңыз, этот екінші, үшінші орынға. Кітап бер десеңіз, кітап бере аламын. Давайте кітап. 2 түрлі кітап бар. Өзіңізге ұнайтын зат болсыншы, вот маған ұнайтын саған деген сияқты. Осы кітапты оқыдым, бір инсайт алдым деген сияқты кітаптар болса да болады да. Бар ондай кітаптар. Бизнес кітаптар маған ұнайды. Адамдардың несі, автобиографиясы ше. Бір кітап бар, «Доставляя счастье» деп аталады. Ол қазір сатылады ма, сатылмай ма, Заппос деген интернет-магазин. Мен оқыған күшті. Күшті, енді вдохновлять етеді да, еш нәрсеге қарамай продолжать ету дегенше. Сосын тағы бір есімде қалатын қатты ұнайтын кітап бар, «Клиенты на всю жизнь» дегенше. Оқыған шығарсың, Америкада автосалонда қалай адамдарға жаңа клиентский сервис көрсеткенде, чтобы клиенттер постоянно келе береді. Потому что олар түсінгенде, что басқа новый клиент келмейді екен да, біздің алған клиенттер қайтадан алып келеді. И соны ұстап қалу үшін не жасау керек деген сондай кітап бар, «Клиенты на всю жизнь» деп. Сол екінші, үшінші орын алған кісілерге сол кітаптарды сыйлыққа бергім келеді. Күшті. Өзімнің кітабым жоқ, өзімнің блокнотым жоқ, аты нет, как называется, подаркке беретін. Одан кейін не бар андай? Ладно, осымен қоя салайықшы. Шығып жатыр мына жақта, MacBook бар, не бар деп. Достар, сіздерге де ұнатты деп ойлаймын. Сондықтан бізде қанша минут болды? Осы жерде тұрады. Ровно ма? 1 сағат болды. Осымен қоя саламыз. Комментарийға жазып қойыңыздар. AirPods 2 кітапты осы жердегі жазған адамдар арасында Ақбота ханыммен ақылдасып отыра, Ақбота ханым
Да, таңдап ертең алам. қараймыз ғана күшті комментарийлер жазады негізі адамдар ше прям ашылып жазады. Мен сондай прям өз историяңызды ашылып жазған болсаңыз, сізге прям өткен нәрсе болатын болса, мен точно соны бағалаймын. Сондықтан ұялмаңыз, қысылмаңыз, міндетті түрде жазыңыз. Как называется, стористі отмечать етіңіз, немесе қандай да бір түйген ойыңыз болатын болса, комментарийда жаза алмаған болсаңыз, директке жазыңыз, сізге де мысалы маған да прям осы нәрсе өтті дейтін болсаңыз, міндетті түрде бөлісіңіз. Өйткені сіздің әрбір пікірлеріңіз бізге прям не ғой андай от қой, бізге не береді да, нет, пища береді да. Енді біз бөліскеннен кейін біз де хотим, чтобы алыс беріс болған ше, қарым қатынасымыз жақсы болғаннан кейін пайдалы болып жатырғанын түсіну үшін сіздерде міндетті түрде обратная связь керек. Егер шынымен пайдалы болған болатын болса, бір нәрсе түсінген болатын болсаңыздар, ойым өзгерді, точка зрением өзгерді, біз соған әсер ете алған болсақ, біз соны білгіміз келеді. Это нам будет очень приятно, сізге де, маған да, командаға да. Өйткені осы жерде жұмыс жасап жатырған әрбір команда каждый раз видеоның астында комментарийді оқиды негізі ше, сіздер білмеуіңіз мүмкін. Күшті комментарий жаса адамның көңілі прям көтеріледі, олар айтады, блин, мықты комментарий жазды, блин, мына видео күшті просмотр жинапты, күшті шерить еткен, күшті адамдар подписаться еткен деп ше, жаңа лайк көп басқан деп. Сондықтан сіздің әрбір комментарийіңіз, әрбір лайкыңыз балдардың жұмыс жасауына, жаңа біздің бөлісуімізге жаңағыдай импульс береді да. Сондықтан ойламаңыз, ой қойшы деп ше, әрбір нәрсенің өзінің жаңағы әсері бар. Сіз де біреудің өсуіне немесе өшуіне әсер етіп жатырған адамдардың бірі болып табыласыз. Сондықтан өсуімізге әсер ететін сіз әрекет жасайды деген сенімдеміз. Біз де сіздің өсуіңізге бүгін бір кішкене де болсын әсерімізді қалдырдық деп ойлаймыз. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Негізі нет, подкасттарға негізі келмеймін ше, бармаймын. Просто дядя шақырғаннан кейін отказ бермеймін дедім да. Шақырғаныңызға рахмет, осылай құрметтеп шақырып сыйлап жатырғаныңызға. Тағы да араласам дейтін болсаңыз, Ақботаның айтары бар деген подкаст түсірсем, ашсам сізді шақырамын. Осы әңгіменің аты нет, жалғасы табады деп ойлаймын. Жоқ, бұл подкасттың өзі соңғы подкаст емес деп ойлаймын. Да, еще мен ойлап жатырмын да, отырып шай ішіп едік пе деп ше, 4 жыл таниды екенбіз бір-бірімізді. Бір отырып сыйласып, шай ішіп, жаңағыдай ашылып сөйлеспеген екенбіз. 4 жыл өткізіп алыппыз. Енді 4 жыл өткізбейік. Как называется, сіздің де айтарыңыз, береріңіз көп екен, мол екен. Осылай танып жатырмын сізді. Қуаныштымын. Рахмет сізге. Мен де қуаныштымын. Рахмет.